Хай проект арқылы қалай ақша табуға болады, осы бейнероликті көрсетемін. Ең бастапқыда бізге регистрация өту керек, сілтемесін описание қалдырып кетемін. Регистрациясы өте оңай, өзіңіз Gmail почтасына жазасыз, одан кейін пароль жазасыз, парольді қайталайсыз и регистрация деген түймені басасыздар. В общем, мынандай бонусы бар екен, яғни сен өз атынан адамдар шақырып, олар депозит құятын болса, депозит құйған адам саны 5 адамға жетсе, VIP1, VIP2-де мысалы. Егер VIP1-ден жетсе, онда $5 сіз бонус ретінде аласыздар. Ал егерде VIP2 болса, $25 аласыз. Кіргеннен кейін бұл жақта бізге екі жолмен ақша табуға болады. Біріншісі салымды ретінде, екіншісі салымсыз ретінде. Салымсыз ретінде қалай ақша табамыз десеңіздер, яғни сіз өзіңізге команда создать етесіз, яғни жеке сілтемеңіз арқылы адамдар шақырасыздар, олар кіріп, одан кейін ол жаққа депозит жасайтын болса, соның пайызы сізге ақшалай бонус ретінде түсетін болады. Мысалы, сіз шақырған адамдардың 10% сізге табыс ретінде түседі. Бұл салымсыз ретінде. Енді салымды ретінде қалай ақша табуға болады десеңіздер, бұл жақта бірінші жолы бізге ақша салу керек. Мысалы, мен қазір ғана $5 құйып қойдым. Сіз бұл жаққа минимальный пополнение $5, егер счетыңызда $5 болса, артық жатқан достар айта кетейін бірден, біреуден алып немесе соң ақшаңызды салмаңыздар. Бұл жақта риск бар, сондықтан ақша салар кезде ойланып салыңыздар. Бұл жақтағы ақшаны қалай саламыз десеңіздер, перезарядка деген түймені басамын. Verb20USD, Trace20USD, осы екеуінің біреусін таңдайсыздар. Мысалы, Trace20USD. Мен сұрап жатады, жалпы бұл кошелекқа қалай құямыз, қай жақтан құямыз? Мысалы, мен счетымда ақшам Каспида жатыр десе, бірінші сіздер Binance немесе Bybit-тан регистрация өтесіздер. Сол жаққа USD ретінде ақшаны құясыздар, P2P торговля арқылы. Оны қалай жасаймыз десеңіздер, YouTube-да ол жайлы видеороликтер өте көп. Сол арқылы көріп ақшаны саласыздар. Одан кейін сол жақтағы долларды, мысалы, примерно $5 мынаған салатын боласыз, именно осы адрес кошелекқа. Сіздің счетыңызға келіп түсетін болады, ол ақша ешқайда кетпейді. Одан кейін бұл жақта задача деген түймені басамыз. И мына жерде завершить деген түймені басамын. Болды. Күнделікті 24 сағат сайын сіз завершить деген түймені басып отырасыздар. Өздері жоғары жағында обратный счетчик жүріп жатыр. Міне қараңыздар. Осы обратный счетчик біткеннен кейін сіз келесі тағдай $2.30 ала аласыздар. Окупаймыз қарап тұрсаңыздар 2,5 күн екен. Одан кейін сіздер уже плюсқа жататын боласыздар. Жақсы. Енді бұл жақта ақшаны бірден сіздерге қалай шешу керектігін қазір көрсетіп кетейін. Ол үшін не деген түймені басамын. Одан кейін отзывать деген түймені басамын. Мына жақта сумманы егіземін. Өзі минимальный вывод $2.30 екен. Trace20USD кошелекқа шығаратын боламын. Сондықтан айқа өзімнің қайттан сіз мысалы Binance, Bybit-тағы биржадағы кошелегіңізді ол жаққа енгізетін боласыз. Төмен жағында пароль өзіңіз бастапқыда регистрация өткен кезде подтверждение пароль деген ойлап табасыздар. Онда өзіңіздің обычный пароліңіз ретінде жазсаңыздар болады, қайталап бір-біріне. Сондықтан бұл жақта қайта ұмытқанмау үшін просто пароль безопасность сақтап қойыңыздар. Подтверждать деген түймені басамын. Ақша шыққанын күтетін боламыз. Так, бізде вывод средства успешно деп шықты. Значит, біздің ақшамыз қазір 1-2 минут аралықта биржа счетымызға түсетін болады. Оны жайлы қазір тоже көрсететін боламын. Міне достар, шығарған $2 сәтті келіп түсті. Бірінші күн ақша сәтті шығарылды.